Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен көк қызанақтан осындай керемет күздік салат жабатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Осындай керемет қысқа арналған дәмді салат болып шығады. Енді алдын ала керекті заттарымыздың бәрін жуып тазалап аламын. Міне көк қызанағымды алдым. Маған керекті заттар: сәбіз, қызыл болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, петрушка, бір бума және сельдерей. Сельдерейдің бәрін турамаймын, 2-3 талын ғана турайтын боламын. Енді алдын ала жақсылап туралған көк қызанағымның керек емес жерлерін алып тастаймын. Және міне осындай видеода көріп отырғандарыңыздай турайтын боламын. Мінекей осылай турап алдым. Енді қызыл болгар бұрышын ортасынан бөліп, осылай ұзыншақ қылып турайтын боламын. Сәбізімді теркадан өткізіп аламын. Мінекей осылай. Енді пиязымды 4-ке бөліп, жұқалап тураймын. Мен бір ашты бұрыш алдым. Егердем салаттарыңыз ашты болсын десеңіздер, 2-3-ін қоссаңыздар болады. Мінекей көк қызанағымды осылай турап алдым. Қызыл болгар бұрышын жіңішкелеп турадым. Пиязымды турап алдым. Сәбізімді теркадан өткізіп алдым. Сарымсағымды ұсақтап турадым. Сельдерейдің 2-3 ғана талын алып ұсақтап турадым. Петрушканың бір пучогын турадым. Ашты бұрышты ұсақтап турап алдым. Енді маған 200 мл сұйық май керек болады және уксус 9%-лық қара горошек керек болады. Барлығын турап алдым. Енді үлкен ыдысты алып, осы туралған заттардың бәрін салатын боламын. Көк қызанағымды, қызыл болгар бұрышын, пиязымды, теркадан өткізілген сәбізімді саламын. Ұсақтап туралған сарымсақты, сельдерей, петрушка, ашты бұрышымды бәрін саламын. Енді осының үстіне екі ас қасық толтырып, шекер саламын.
толтырып 3 ас қасық тұз саламын. Соңында тұзды дәмін көремін. Тұзы кем болса, тағы да өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тұз салсаңыздар болады. Сұйық майымды құйдым 250 мл. 150 мл 9% уксусты құямын. Енді салатымды жақсылап араластыратын боламын. Осылай астын үстіне қарай жақсылап араластырамын. Мінекей салатымның түсі өте керемет болып шықты. Мен бұл жерде қара горошкты ұмытып кетіппін. Бір ас қасық қара горошек салып, тағы да жақсылап араластырамын. Осы жерде салатымның дәмін көремін. Егерден кем болса, тағы да тұз салыңыздар. Жақсылап бәрін араластырып аламын. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 1 сағатқа салқын жерге қойып қоямын. 1 сағат өткеннен кейін салатымның бетін ашып, тағы да жақсылап араластырып аламын. Мінекей суы шықты салатымның. Салатты жақсылап араластырып алдым. Енді алдын ала буланған банкіме осы салатымды толтырып салатын боламын. Банкіге салатты тығыздап саламын. Себебі сыртынан қайнатқан кезде салатымыз төмен түсіп, банкілеріңіз жарты болып қалады. Сол себептен салатты тығыздап салыңыздар. Бірақ суына да кішкене орын қалдырамыз. Міне осылай кішкене тығыздап аламын. Соңында суын құятын боламын. Оған да орын қалдырып қоям. Қақпағын жауып қоямын, уксусы ұшып кетпес үшін. Енді қалған банкілерімді толтырып аламын. Енді суын құямын банкілерге. Суы жақсылап астына түсу үшін вилканың немесе қасықтың көмегімен кішкене арасын ашып, астына қарай суын өткеніне жол береміз. 2 литрлік банкіні бөлек ыдысқа салып қайнататын боламын. 1 литрлік пен жарты литрлік банкіні бөлек ыдысқа қайнатамын.
2 литрлік банкіні 45 минут, 1 литрлік банкіні 25 минут қайнат. Кастрөлге ыстық су құймаңыздар, банкілеріңіз жарылып кетеді. Салқын су құю керек. Және газдың астын бірден қатты көтермеңіздер, жаймен отты жай қойың. Отты жай қойып, жаймен көтеріп отырасыздар. 1 литрлік және жарты литрлік банкіні 25 минут қайнатамын. Мінекей қайнап шықты, осы уақытты белгі. Суыңыз қайнап шыққан кезде, сол кезден бастап уақыттарыңызды белгілейсіздер. 2 литрлік банкіні 45 минут қайнатамын. Банкілерімді қайнатып алғаннан кейін барып, банкінің қақпақтарын жауып аламын. Мінекей жақсылап банкілерімді жауып алдым. Қақпағының жақсы жабылғанын тексеріңіздер. Менде 1-2 литрлік және 1 литрлік және жарты литрлік банкімен шықты. Және тағы да 1 жарты литрлік банкі шықты. Мен оны күнделікті қолданамын. Холодильникке қойып қоямын. 1 суткадан кейін жеуге болады. Ал мына 3 банкіні қысқа сақтайтын боламын. Міне бүгін осындай керемет күздік салат жасадым. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менімен бірге әрдайым бірге болыңыздар. Алда әлі жақсы рецептер болады. Егер менің видеом ұнаса, маған подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.